Сонау ерте заманда дөңгеленіп ұршықша үйрілген дүниені тәңірдің сынағы мен қаһарынан топан су басқан екен. Толқыны қатты тілсіз апаттың құрсауынан тек қана Нұх пайғамбардың кемесі аман қалып, осы біздің киелі Қазығұрт тауына тоқтаған деседі. Аңыз түбі ақиқат. Содан тіршілік атаулы қайта жанданыпты. Алып кемедегі адам, жан-жануармен бірге қызғалдақтың ұрығы да даламыздың құнарлы топырағына түсіп, жайқала өскен болатын. Сол қызғалдақ толы дархан дала төсінде еңсесі биік, сәулеті асқан жасыл желекті шымғала бой көтеріпті. 2200 жылдық тарихы бар көне қаламыз кезінде қолөнер шеберлері мен еңбекші дихандардың тұрағы болған деседі. Сол бабалардан аманат болып жеткен өркениеттің арқауы бүгінге дейін жалғасын тауып үзілген емес.